Сәлем достар, сізбен бірге мен Диана каналыма қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін өте қызықты видео түсіретін боламыз, және де ол видео көптен күткен сұрақ жауап деген видео түсіретін боламыз. Және де видео өте қызықты болады деген ойдамыз, сондықтан да міндетті түрде тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Андеш видеомызды көп созбай тезірек бастайық. Ең алдымен бізде Шұғла Тока World жазыпты, яғни біздің хауста бар қыз. Бірінші 13 сұрақ жазыпты. Бірінші сұрағы, шын атың кім дейді. Менің шын атым Диана. Екінші, достар деген серия түсіресің ба? Оны білмеймін. Досым ба менімен? Конечно. Я доспын ғой, и ондай бір хэштегпен осыны қойса под көбейме дейді. Ондайды қойса негізі білмеймін, ол под көбейме негізі көбеймейді. Себебі ол хэштег. Ол хэштегке, например, видео салғанда сол хэштегті қойсан, и одан ода, например, сен Тока-Бока туралы видео түсірсен, Тока-Бока туралы, и сол Тока-Бока туралы сол хэштегті қойып Тока-Бока деп жазып қоюға болады. Например, адамдар Тока-Бока деп іздегенде, типа сенің видеоң шығады да. Типа осындай. Атитока қарайсың ба? Мен ол Атитоканы білемін, но оны мен көп қарамаймын. Тағы пиар жасап бере аласың ба? Онысын білмеймін. Нешедесің? 12-демін. Нешінші сынып оқисың дейді. Яғни 3-ші сыныпсың дейді. Мен 6-шы сыныппын, негізі 7-ші сынып оқу керекпін, бірақ 6-шы сыныппын. Қай қалада тұрасың дейді. Мен Шымкент қаласында тұрамын. Келесі сұрақ, үйдің нешіншісісің дейді. Үйдің мен ең үлкенімін. Келесі сұрақ, мені қарайсың ба до конца дейді. Я мен сені до конца қараймын. Әсіресе соңғы видеоң сұрақ жауап дегенде до конца қарадым. Өте күшті шыққан. Прям топ. Апаларың бар ма? Я, бар. Қандай түс жақсы көресің? Маған ашық розовый түс өте қатты ұнайды. И тағы да бір қыз жазыпты, ол қызды білмеймін кім екенін. Короче, ладно, сұрағын оқи берейік. Тока-Боканы қалай бастадың дейді. Мен Тока-Боканы бастауға менің ата-анам себеп болды. Ары қарай жалғастырасың ба түсіруді дейді. Я, ары қарай жалғастырамын. Бұған ата-ананың қатысы бар ма? Я, бұған ата-ананың қатысы бар. Курс оқыдың ба осы Тока-Бока туралы дейді. Я, курс оқыдым бір фудблогерден, яғни фудблогер деген өзінің рецепттермен бөлісетін, короче, сондай бір блогерден курс оқыдым. Бір 30 мыңға ма сондайға оқыды, ол премиум болды. Хоббиің қандай дейді. Менің хоббиім көбінесе мен бос уақытымда осы Тока-Бокамен айналсам. Тока-Боканы айналсам дегенде видеоларды түсірем, там оларды монтаждайым, обложка жасайым, тағы да көбінесе кітап оқығанды жақсы көрем, и сабаққа көп уақытымды бөлемін. И вот, короче, сол. Жек көретін тока-тубер. Менің жек көретін тока-туберім жоқ. Жек көретін блогер. Мен блогер көп қарамаймын, но менде ұнайтын блогерлер бар. Жек көретін блогерлерді білмеймін. Түріңді көрсеткім келеді ма? Түрімді көрсеткім келмейді. Мен өйткені тока-тубермін. Сондықтан да көрсеткім келмейді. Тока-Бокадан қалай дамыдың дейді. Тока-Бокадан дамуыма ата-анам себеп болғандықтан, короче, видео көп сала бердім, и мен курс оқыдым, сол курс арқылы дамып кеттім. Тағы басқа ойындар ойнайсың ба? Көбінесе Тока-Боканы ойнаймын, арасында тағы да басқа ойындарды ойнаймын. Неге Тока-Боканы түсіресің? Просто Тока-Бока маған ұнайды, и өте ютубты бастауға там өте оңай. Нишалардың бірі, сондықтан да осы Тока-Бока маған өте қатты ұнайды. И Сара Тока жазыпты, бұл тоже біздің тока-тубер, яғни хаусымызда бар қыз. Сәлем депті, саған да сәлем. Сен Тока-Боканы қашаннан бері ойнайсың? Мен Тока-Боканы 2023 жылдан бері ойнадым. И 2023 жылдың соңында, яғни желтоқсан айында курс оқып, ары қарай сонымен дамытып кеттім. Сонымен сабақ уақыты болып, бір жарты жылдай оны тасып кеттім. Сонымен ары қарай қайттан бастадым, короче. И 3 ай каникулда мен вообще түсірмегем. Или түсірген, білмеймін. Бірақ көп түсірмегем. Түріңді көрсеткім келе ма? Түрімді көрсеткім келмейді. Қаншашыншы классың? 6-шы класспын. Үйінде қаншадан бар? Біз үйде жетеуміз. И тағы да бір Лаура Ахметова деген қыз жазыпты. Менің каналымды белсенді активный болып отыратын қыз. Ол Тока-Бока түсіруді қашаннан бастадың? 2023 жылдан бастадым.
соңғы айында. Тока-бока ойыны ұнайды ма? Я, тока-бока ойыны ұнайды. Қалай дамыдың? Короче, кәдімгідей дамыдым, бағана айтқан болатынмын. Бізден қанша бот қалайсың? Мен сіздерден әзірге, күміс кнопка алуға 100 000 бот керек. Мен сіздерден өте көп потты күтем, яғни активті. 5-ке оқисың ба дедім. Я, мен үздікпін, 5-ке оқимын. Келесі сұрақ бізде ол жасың нешеде дейді. Жасым 12-де. Хауста кім деген тока-туберлер бар? Біздің хауста мен бармын. Именно хауста ететін болсақ, Айлун Ким деген тока-тубер бар. Сосын бізде тағы да біраз тока-туберлер бар. Сара тока бар, Шула тока World бар, Рая тока бар. Сосын тағы да, солар бар. Ал тока-туберлерде тағы да қыздар өте көп. Көп дегенде біраз қыз бар, 10 шақты қыздай. Тока-тубер боламын деген ойда болды ма? Тока-тубер боламын деген менде енді тока-туберді тока-боканы түсіріп, тока-тубер болам деген оймен бастайсың ғой. Сондықтан мен ішлей бұндай болам деп ойламадым. Но сіздерден күттім, бірақ ойладым. Тока-туберден сондай мақсатпен бастайсың ғой, тока-тубер болам деп. Енді келесі адам жазыпты. Тока-бокадан басқа ойындар түсіресің ба? Жоқ, түсірмеймін. Тока-боканы түсіруді қашаннан бастадым? 2023 жылдың соңғы айынан бастадым. Сабақ күндері тока-бока түсіресің ба? Мен 2 күн демалыс болады ғой, 7 күн біз сабақ оқымаймыз, бір апта полный. Біз 2 күн дегенде 2 күн демалыс бар, 5 күн сабақ оқимыз. Сол 2 күнді пайдаланып, біраз видео салып алып, бос уақытында тек күні бойы мектепте болмаймын ғой. Бос уақытында тебольмен түскісіменмін. Бос уақытында түсірген видеоларын монтаждап, обложка жасап, салып отырамын. Маған сенің видеоларың ұнайды, рахмет. Тағы қандай видео саласың? Ол идеяны сіздер жазып кеттіңіздер, бірақ бүгін менде сұрақ жауап шықпайды. Бүгін сұрақ жауап біраз күнге шығады. Одан сұрақ жауаптан алдым бізде жоғалған Ханзада деген видео шығады. Бірінші бөлім, яғни ол коллаб, екінші бөлімді Шула тока World түсіретін болады. Соның каналынан көріп кетсеңіздер болады, өте қызықты. Келесі не үшін тока-боканы түсіруге не себеп болды дейді. Тока-бока түсіруге мен тока-бока ойынды ойнағандықтан курс оқып сөйттім. Ата-анам себеп болды. Мен ондай ойда болмаған, менде ютубты бастау деген. Оған, тока-бока өзінде запись экраны деген болады, содан түсіремін. Мен содан түсіремін тока-боканы. Тағы да біреу жазыпты, жек көретін блогер. Менің жек көретін блогерім жоқ. Қандай блогерді көресің? Мен Көпжасарвы, тока-туберлерді көрем, яғни тока-туберлерде Мари токаны көрем, сондайларды көрем. 12-де түріңді қашан көрсетесің? Түрімді мен көрсеткім келмейді, мен тока-тубермін. Біреу жазыпты, сәлем депті. Саған да сәлем, жек көретін сабақ. Менің жек көретін сабағым жоқ. Жек көретін тока-тубер, ол менде жоқ тоже. Жақсы көретін әншің. Мен жақсы көретін, әндер ұнайтын, ол Садрадин, тағы да әншілер бар. Именно сол Садрадин ұнайды. Жақсы көретін блогер. Жақсы көретін блогер бағана айттым. Жасың нешеде? 12-де, үздіксің мектепте. Нешінші жылғысың? Мен 2012 жылғамын. Қандай телефон ұстайсың? Мен Samsung Galaxy ұстаймын. Нешінші сынып оқисың? Мен 6-шы сынып оқимын. Қай қаладансың? Мен Шымкент қаласынанмын. Келесі сүйікті тока-туберің дедім. Сүйікті тока-туберім менде Мари тока, сосын тағы да тока-туберлерді хаустағы баған айтқан. Айлун Ким тока, Шула тока, соларын бүкілі. Рая тока, Сара тока, солардың видеолар маған өте қатты ұнайды. Солар, сол тока-туберлерім. Тока-боканы қалай бастадың дейді. Тока-боканы баған айтып өттім, кәдімгідей бастадым солай. Оған курс оқыдым ба? Оқыдым. Тока-бока ойын несімен ұнайды? Маған тока-бока ойынды бүкіл жермен ұнайды. Яғни персонаж қалаған персонажын жасай аласың. Үйіңді прям өзің дизайнмен жасайсың, өте керемет. Сол ұнайды. Неге именно тока-бока түсіресің? Просто ол маған ұнайды. Поэтому тока-боканы түсіремін. Нишам сондай. Тока-боканы түсірген ұнайды ма? Ұнайды. Бұл сұрақты оқып қойдым, вроде мен.
оқымаппын. Я ұнайды, қалай дамыдың бағана айтып көрдім. Соң курсы бар ма? Тока-боканы істеу үшін менде бар еді, но жоқ. Я жасайсың ба? Я жасаймын. Тока-боканы түсіруге кім себеп болды? Ата-анам. Тока-боканы түсіруге ата-ананың көзқарасы қандай? Енді себеп болған соң ата-анам болғандықтан көзқарасы жақсы, конечно. Нешедесің? Мен 12-демін. Неше сынып оқисың? 12-ші. Менімен доссың ба? Бұл біздің Рая тока, яғни біздің неде тока туберде тіпті хауста да бар қыз. Конечно, мен доспын. Үйдің нешінші қызысың? Ең үлкенімін. Тока-боканы қашан аштың? 2023 жылдың соңғы айында. Тағы басқа ойындар ойнайсың ба? Тағы басқа ойындарды, ойнаймын. Сосын бір Дианка деген 171 деген біреу жазыпты. Дианка 171 деген. Мен қанша видео салдым. Мен сені қанша видео салдым қақтан білейін, бірақ каналынан көрсем 0 видео. I call Laver дейді. Бір көрсете солы жазған. Маған тіркелдің ба? Мен саған, но тіркелмеймін да. Сүйікті тока туберің дейді. Бағана айттым там. Сары, ең жақсы көретін тока тубер Мари тока, яғни Мери. Сен хаусқа қосшы, мені хаусқа қосшы дейді. Жарайды, номеріңді қалдыр, хаусқа міндетті түрде қосыласың. Хаусқа емес, оны хаусы енді ашқан адамдардан сұрайсың енді. Бірақ бұл хаусы бізде мүшесіміз, сондықтан да мен сені бірінші тока туберден қосам. Если қыздар қарсы болмаса, хаусқа кіресің. Хаусқа, бұл хаусқа крема декесін, тока туберіміздің бүкіл қыздар бар неге кіресің. Менімен досым ба? Бұл асыл деген, асыл тока world деген екен. Мен бұнымен, но досыма, білмеймін, короче. Бірақ менің каналымда, тоже бұл да активнее болып отырады. Сондықтан да доспын. Сосын астында прям 10 ответ тұр ғой. Біреу жазыпты Аружан деген. Асыл деген қызға. Хаусты ол ашпаған дейді. И сосын мен жазам, короче. Вообще хаусы мен бастап аштым. Вообще хаусты бастап ашқан мен. Если Аружан сен көріп осың түсініп ал. Сосын мен Сара тока, Айлун Ким тока болып хаус аштық. Ал ол идеяны тастаған Сара тока. Сонымен Сара токаттан бізден сұрады, давай хаус ашайық деп. Сонымен біз қыздар болғандықтан, аш деп, сонымен қыздарды қостық. Сонымен 3 қыз болды. Сонымен Рая тока қосылды. Сосын тағы да бір қыз қосылды. Ол, Шула деген қыздың бір досы, сыныптасы. Сөйтіп аштық. Мені де қосшы дейді. Номеріңді қалдыр, қосамын. Сосын Аружан деген қыз қайттан жазған. Өтірік айтпашы, мен қашқан өтірікші дейді. Негізі, сен біздің хауста жоқ қысын. Бізде сұрақтар бітті. Прям бір 24 сұрақ жазылған. Бақтаңызға көп рахмет сұрақтар жазғаныңызға. Және де әрі қарай мен каналымда белсенді болып отырады деген ойдамын. Сондықтан да міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше сау болыңыздар.